Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сізбен ерекше бір рецептпен бөліскім келіп отыр. Бұл қамырмен жасалынған голубцы өте дәмді болып шығады екен. Осылай менімен бірге жасап көріңіз. Бұл тағамды дайындау үшін мен ең алдымен қамырды илеп алатын боламын. 200 грамм суға бір жұмыртқаны қосып, дәміне қарай тұз салып, ұн салып, қамырымды илеп алам. Қамыр тура мантының қамырындай болу керек. Жұмсақ етіп илеп алып, жарты сағатқа қойып қоямын демалдырып. Енді ішіндегі начинкасын дайындайтын боламын. Начинкасына мен 2 үлкен жуан алдым. Осылай майдалап турап, екеуін де турап дайындап аламын да, ыдысқа салып, оның үстіне мендегі сиырдың фаршы, 500 грамм фарш, дәміне қарай тұз, қарабұрыш, дәмдеуіштер сепкілеріңіз келсе, қосқыларыңыз келсе, ол өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштерді қоссаңыз болады. Енді 100 грамм күрішті суға жуып аламын да, күрішті де осы фарштың үстіне қосып, жақсылап араластырамын. Достар, егер каналыма тіркелмеген болсаңыздар, төмендегі подписация батырмасын басып, каналыма тіркеліп қойыңыз. Болашақта менің тағы да шығатын жаңа рецепттерімді жіберіп алмас үшін тіркеліп алғаныңыз дұрыс. Екеуін де осылай домалақтап аламын да, тағы да 10-15 минутқа қойып қоямын демалдырып. Сосын енді қамырды жаюға кірісемін. Қамыр тым жұқа болып кетпеуге тиісті. Ой пікірлеріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыздар. Осылай қамырды жайып аламын да, енді арасына сұйық майды жағып, мендегі пісте май, негізі бұл жерге жаңағы қолдың сары майын тұшытып, сары май, бұл не болмаса маргаринді ертіп жақсаңыздар да өте дәмді болып шығады. Енді осылай қамыр жайып алып, ұзын-ұзын етіп осылай кесіп аламын да, видеода көріп тұрғандарыңыздай. Сосын осылай үш бұрышты етіп ораймын. Осылай міндетті түрде жасап көріңіз. Өте дәмді шығады екен. Мен де бұны бірінші мәрте жасап тұрмын бұл тағамды. Мінекей өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Достарыңызбен бөлісуді ұмытып кетпеңіз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай мен тағам дайын болды. Өте керемет, дәмді болып шықты. Осылай менімен бірге жасап көріңіз. Видеомды соңына дейін қарағаныңыз үшін сізге көп-көп рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып қойғаныңыз үшін рахмет. Арнамда келесі кездескенше аман сау болыңыз, арнамнан алыстамаңыз. Менің жаңа шыққан видеоларымды қарап, менімен бірге осылай жасап көріңіз. Өте дәмді болып шығады екен. Өте дәмді. Сау саламатта болыңыз.